Саламатсыздар ма, YouTube каналым көрермендері. Бүгін сіздермен шағын пицца, яғни мини пицца жасайтын боламыз. Оған бізге керегі ұнымызға тұз, шекер, сүт, май, дрожь, разрыхлитель, сметана керек болады. Сүтімізге тұзымызды, шекерімізді, дрожжымызды салып, жақсылап араластырып аламыз. Осының үстіне қаймағымызбенен майымызды салатын боламыз. Оның үстіне қопсытқышты салып, жақсы жұмсақ әдемі қамыр үйлеп қоятын боламыз. Оны жарты сағатқа бастырып қоямыз. Дайын болған қамырымызды сөйтіп салмасын дайындайтын боламыз. Салмасына кетчуп, сыр, колбаса, жұмыртқаның сарысы керек. Колбасаны бұл мини болғаннан кейін майлалап турағанымыз дұрыс болады. Сырды теркадан өткізетін боламыз. Сөйтіп алдын ала салмасын дайындап қоя беретін боламыз. Осылай салмасын дайындадық. Біздің қамырымыз көтерілді. Майда бөлшектерге бөлетін боламыз. 6-ға бөлдім. 80-85 граммнан кішкене қылып, бұны да кішкене 10 минутқа қойып қоямыз. Көтерілу үшін растойкаға. Табамызды майлап алатын боламыз. Көшелерімізді дайындап, бірден табаға сала беретін боламыз. Салмасын табаның бетіне салғаннан кейін салуға болады. Ары бері қозғалған, көтеріліп тұрғаны жақсы. Міне күлшелерін дайындап болдық. Енді осыған ортасына кетчупымызды салып, біркелкі қылып ортасына жайып шығамыз. Шегін жұмыртқаның сарысыменен жағатын боламыз. Тіптен оңай, таңертең шайға, балаларға істеуге өте қолайлы, дәмді тағам болады. Үстіне колбаса, бұл жерде мен 4-еуіне колбаса, 2-еуін сырмен істедім. Енді осыны алдын ала духовканы қыздырып қоятын боламыз. Духовкада 250 градуста 7-8 минутта пісіп шығады. Салмасын қолда бар заттармен істей беруге болады. Помидор осып істеуге де болады. Піскен картошка, еттерді осып істеуге де болады. Өте қолайлы, балалардың сүйкімді асы. Міне біздің салмамыздың бәрін салып болдық. Енді духовкада пісіретін боламыз. Мінекей біздікі 7 минутта пісіп шықты. 250 градуста 7 минутта пісіп шықты, дайын болды. Бұл қамырды 2-3 күнге дейін бұзатқышта тұра береді. Таңертең алып істей беруіңізге болады. Балалардың санына қарай, үй адамдарына қарай істей беруіңізге өте қолайлы бола береді. Міне біздің шағын пиццамыз дайын болды. Сіздермен бірге болған Лейла. Видео ұнаса лайк басып, комментарий жазып, каналға тіркеліп отырыңыздар.